Касапшы бір қойдың етін 10-15 минутта кем дегенде 2000 теңгеге мүшелеп береді. Алайда сойылған малдың етін одағасы жілік-жілігімен бөлшектей алатын болса, үй иесіне үлкен абырой. Мал сойып, одан оны мүшелейміз. Мүшелегенде мойнан бастаймыз бұлай. Қойдың артқы ектілерсегінен іліп мүшелеудің артықшылығы қан жағылмай, шөп шалам жабыспай, таза бөлшектенеді. Айтпақшы, бір қой шамамен 25-40 келі таза ет береді. Қол еті 3 жіліктен тұрады міне. Алдымен жамбас пен белдеменің біріккен жерін ажыратып алу қажет. Кейін белдемені бөлек, жамбас етті бөлек мүшелеп бұзасыз. Үйіңізге сыйладан келгенде қонағыңызға базардағы арамен кесілген етті ұсынсаңыз ұят болар. Сондықтан етті қалай тарту керектігінде қарап алыңыз. Табақ тартатын болсақ, мынау жамбас ет болады. Міне жамбас еті. Жамбастың қасына мына жерде бір ортан жілікті қосамыз. Оған белдемеден мысалы белдемеден аламыз бұлай. Бір табақ ет жасау үшін үлкен табақ болады. Сонда белдеме, сан, нан етінен бұлай міне ортан жілігі бар. Осындай жілікке сосын сүбе қабырғаны қосамыз. Сонда бұлайнан бір табақ ет болады. Осы міне құйрық майынан қосамыз біраз.